Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бірінші сабағымыз бастамас бұрын өзімді қысқа нұсқа таныстырып өтсем. Есімім Данияр. Биология пәнінен видео сабақтар түсіріп, сіздерге тақырыптарды ашатын боламын. Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз ол 7-ші сыныптың биология кітабының 16-шы параграфы. Ағзадағы заттардың тасымалдануы. Слайдты ары қарай өткізсек, сабақты бастамас бұрын бірінші біздің сабақтың мақсаты қандай? Бүгін біздің сабақтың мақсаты ағзадағы заттардың тасымалдануының мәнін түсіну, қан айналым жүйесінің рөлін сипаттау және қарапайым көп жасушалы ағзаларды салыстыру. Сіздерге менің кішкене сұрағым бар. Мына слайдта көріп тұрғандарыңыздай, егер ағзада тасымалдау жүйесі болмаса, не болар еді? Осы сұраққа сәл ойланып, осы видео сабақтың комментариясына жауабымызды жазып кетейік. Ал енді сабағымыз бастаймыз. Ең алдымен біз жануарлардың ағзасындағы тасымалдануды қарастырамыз. Көп жасушалы ағзалар жасушаларында дененің әртүрлі бөліктері, ұлпалар мен мүшелер түрлі қызмет атқарады. Оны бәріміз білеміз. Ал жасушалардың қажетсінуі бірдей. Яғни олар жалпы ағзалар сияқты суды, қоректік заттарды, оттекті, минералды биоорганикалық заттар мен олардың құрамына кіретін элементтерді қажетсінеді. Барлық жасушалар, мүшелер мен ағзалар тіршілік әрекеті үдерісінде түзілетін зиян заттарды тазартуды қажетсінеді. Енді біз келесі слайдты қарайтын болсақ, көптеген көп жасушалы жануарларда тасымалдау жүйесінің рөлін бізде қан және қанның қозғалысын қамтамасыз ететін қан тамырлар жүйесі атқарады. Мынау 52-ші суретте көріп тұрғандарыңыздай, бізде шұбалшынның қан айналым жүйесі көрсетілген. Айтпақшы, бұл жерде маңызды ақпарат, ең алғаш қан айналым жүйесі осы буылтық құрттарда пайда болған. Яғни шұбалшын буылтық құрттардың ішіне кіреді. Суретте көргендеріңіздей шұбалшынның қан айналым жүйесі көрсетілген. Енді біз ары кітаппен жұмыс жасасақ. Міне сіздерге дайындап қойғаным уже бізде кітапта қарап тұрғаныңыздай, енді ағзаларға, енді жасушаларға оттек ең қажетті нәрсе екенін білеміз. Біз оттекті тыныс алу арқылы сіңіреміз. Оны бәріміз білеміз. Сонымен оттек молекуласы бауыр, ми, аяқ бұлшық етінің және тағы да басқа сол сияқты ағзалардың жасушаларына ең қажетті керек зат. Оттексіз ағзаның кез келген жасушасы тіршілігін жояды. Енді біз оттектен бөлек қоректік заттарға келетін болсақ, мысалы біз қоректік заттарды қай жерден аламыз? Оны біз күнделікті осы тамақтан аламыз. Қоректік заттар бізде қан арқылы әртүрлі жолмен тасымалданады. Қан арқылы тасымалданатын әрбір жасушада түзілетін зиянды заттар да бар. Олардың барлығы да қанға түсіп, онда ериді. Жасушаларда түзілетін және қанға түсетін зиянды заттардың көпшілігі бүйрек арқылы зәрмен және тері арқылы термен сыртқа шығарылады. Келесі бетке өтетін болсақ, бізде бөліп шығаруда бүйректің негізгі рөлі орасан зор. Бүйрек біздің қанды тазалайтын қуатты биологиялық сүзгі болып табылады. Егер зиянды заттар ағзада
қалатын болса не болады деп ойлайсыздар? Әрине, адам өзін жайсыз сезінеді. Адам әртүрлі ауруларға шалдығады. Ол ағзадағы өздігінен улануға алып келеді. Ал бұл адамға өте қауіпті нәрсе. Қауіп төндіреді. Бізде жаңа айтып кеткенде одан бөлек тері де қосымша сүзгі қызметін атқарады. Ағзадағы барлық химиялық үдерістер жылдамдаған кезде оның рөлі артады. Яғни спортпен шұғылданғанда, тренировка жасағанда, жүгіргенде біз терлейміз. Сол терлеген уақытта химиялық зиянды заттар бізде тері арқылы сыртқа шығарылады. Және де көмірқышқыл газы, бізде оны білесіздер, өкпе арқылы шығарылатынын сіздер енді алдыңғы сабақтарда өткен болатынсыздар. Енді келесі қарастыратынымыз өсімдік ағзаларындағы тасымал. Оны біз слайд ашатын болсақ қазір. Бізде слайдта көріп тұрғандарыңыздай, бізде өсімдік пен жануарлардың тасымалдануы көрсетілген. Бізде жануарларда жаңа айтып кеткендей қан айналым жүйесі арқылы жүреді. Ал өсімдіктерде ол өткізгіш ұлпа арқылы. Біз ең алдымен енді бізде өсімдіктер ол заттарды қалай алады? Бізде ол жерде тамыр, осы өсімдіктердің мүшесі тамыр атқаратын екенін білесіздер. Енді органикалық заттарға келсек, органикалық заттар олар азот, калий, фосфор мен микроэлементтер болмаған жағдайда бізде өсімдік тіршілік ете алмайды. Топырақта енді органикалық затқа қарашық болмаса, енді өсімдік қандай да бір уақыт өседі, бірақ ол нашар дамиды. Сондықтан бізде топырақтың құнарлылығы өте маңызды нәрсе болып саналады. Енді бізде осы айтып өтетін болсақ, бізде өсімдіктерде картоп көрсетілген. Картопта міне тамыр арқылы біз топырақтан өзімізге қажетті минерал тұздарды сіңіріп алдық та, біз оны сабақ арқылы жапырақтар мен гүлдерге және жемістерге тасымалдаймыз. Міне суретте көрсетілген. Қарап түсіндіріп көрсетейін сіздерге. Кітапта жазылған. Тамырдың рөлі топырақтан заттарды сіңіру ғана емес, оны өсімдіктің жерүсті мүшелеріне, яғни сабақ жапыраққа өткізу. Келесі бетіне өтсек қазір. Сабақ бізде тамыр мен жапырақ арасында заттарды өткізетін басты мүше. Сондықтан өсімдіктің барлық бөлігін қажет заттарды алуы сабақтың өткізгіш жүйесіне байланысты екен. Бізде жаңа маңызды нәрсе қалып баратыр, ол енді жануарларға байланысты. Айтып өтетін болсақ, суретте көріп тұрғандарыңыздай, бізде жануарларда қан айналым жүйесі екі топқа бөлінеді. Олар ашық қан айналым жүйесі және тұйық қан айналым жүйесі. Ашық қан айналым жүйесіне не ол? Ашық қан айналым жүйесі қан тамырлар бойымен дене қуысына төгіледі және тікелей ағзалар мен ұлпаларды шаяды. Оған біз буын аяқтыларды, ұлуларды, тікен терілерді жатқызамыз. Ал тұйық қан айналым жүйесі ол қан тамырлар бойымен ағады, бірақ дене қуысына олар төгілмейді. Оған біз буылтық құрттар мен желілерді, яғни бас сүйексіздерді, омыртқалыларды жатқызамыз. Мына суретте көріп тұрғандарыңыздай, қоян белгіленген, қоянның қан айналым жүйесі көрсетілген. Көппен қан айналым, қан тамырлары бір-бірімен тікелей байланысқан, ашық жер қалмаған. Ал ұлудың қан айналым жүйесі көріп тұрғаныңыздай байланысқан жоқ. Шеті ашық. Осылай бүгін бізді сабақ
түсінікті болды деп ойлаймын. Сіздермен болған Данияр ағай. Келесі сабақтарда көріскенше.